Сәлематсыңдар ма балалар? Бүгін қыркүйектің 9-ы қазақ тіл сабағы. Тақырыбымыз тілдің адамзат үшін маңызы. Дәптерлеріңізді ашып жазып қойыңыздар. Бүгінгі сабақта меңгеретіндеріңіз қазақ тілінің дыбыстық жүйесі. Балалар, дыбыс дегеніміз дыбыстау мүшелері арқылы айтылатын, естілетін тілдік құбылыс. Ал осы дыбыстарды біз белгілеу үшін әріпті пайдаланамыз. Яғни әріп дыбысты таңбалау үшін алынған белгі. Қазақ әліпбиінде 42 әріп, 37 дыбыс бар. Дыбыс бола алмайтындардың саны 5. Яғни олар қосарлы дыбыстар және жіңішкелік, жуандық белгісі. Қосарлы дыбыстар деп отырғанымыз я, и мен аның қосындысы, ю, и мен удың қосындысы, йо, и мен оның қосындысы. Балалар, дыбыстарды өкпеден шыққан ауаның кедергіге ұшырамауына байланысты екіге бөлеміз. Дауысты дыбыс және дауыссыз дыбыс. Дауысты дыбыстар өкпеден шыққан ауаның ешқандай кедергіге ұшырамай шығуынан жасалады. Дауысты дыбыстарды тілдің қатысына қарай, жақтың қатысына қарай, еріннің қатысына қарай үшке бөлеміз. Тілдің қатысына қарай жуан және жіңішке деп бөлеміз. Жуан дауыстылар а, о, ы. Сосын у, бірде жуан, бірде жіңішке болады. Жіңішке дауыстылар ә, ө, е, и, у. Тек 4 жуан дауыстыны жаттап алсаңдар а, о, қалғаны жіңішке дауыстылар болады. Келесі жақтың қатысына қарай ашық, қысаң болып бөлінеді. Ашық дауыстылар жақтың кең ашылуы арқылы жасалады. Оны былай жаттасаңдар болады балалар. Ашық дауыстылардың саны 6. А, ә, о, е. А, ә, о, е. Қысаң дауыстылар жақтың тар ашылуы арқылы жасалады. Ашық дауыстыларды жаттап алсаңдар, қалғаны қысаң дауыстылар болады. Яғни и, у, о. Өздерің айтып қарасаңдар да, осы қысаң дауыстыларды айтқан кезде біздің жағымыз қозғалмайды. Ал ашық дауыстыларды айтқан кезде жағымыз кең түрде ашылады. 3-ші дауысының түрі еріннің қатысына қарай еріндік, езулік болып бөлінеді. Еріндік дауыстылар балалар еріннің дөңгеленіп алға қарай созылуы арқылы айтылады. Еріндік дауыстыларды былай жаттасаңдар болады. О, у. О, у. Қалғанның барлығы езулік дауыстылар. Яғни езулік дауыстылар екі езудің кейін қарай тартылу арқылы жасалады. А, ә, е, и, Балалар, біз дауысты дыбыстардың өкпеден шыққан ауаның ешқандай кедергіге ұшырамай шығуынан жасалатынын, оның 3 түріне қарай 6 түрге бөлінетіндігін бүгінгі сабақта айттық. Келесі дауыссыз дыбыстар. Балалар, дауыссыз дыбыстар өкпеден шыққан ауаның кедергіге ұшырап шығуынан жасалады. Оның 3 түрі бар. Ұяң, үнді, қатаң. Ұяң дауыссыздар үн мен салдырдан тұрады, бірақ салдыры басым болады. Оны былай жаттасаңдар болады. Алфавит бойынша Б, В, Г, Г, Д, Ж, З, Х. Үнді дауыссыздар. Бұл да үн мен салдырдан тұрады, бірақ үні басым болады. Біз ырлюмының деп жаттатамыз. Ыр, ыл, и, у, м, н, ың. Осы екеуін жаттап алсаңдар, қалғаны қатаң дауыссыздар. Яғни тек қана салдырдан тұратын дауыссыздар.
К, Қ, П, С, Т, Ф, Х, Ч, Ц, Ш, Ш. Яғни балалар, дауыссыз дыбыстар үшке бөлінеді. Дауыссыз дыбыстар өкпеден шыққан ауаның кедергіге ұшырап шығуынан жасалады екен. Олай болса балалар, бірінші тапсырма, мына берілген сөздер, яғни жарыс, бақша, көйлек сөздеріне дыбыстық талдау жасаңдар. Әр сөзге бөлек-бөлек. Сендерге астында мысал беріп қойдым. Мысалы, алмұрт сөзіне дыбыстық талдауды мен былай жасадым. Алмұрт. А. Дауысты. Ең бірінші дауысты дауыссыз екенін айырамыз. Дауысты. Егер ол дауысты болатын болса, жуан немесе жіңішке екенін, ашық немесе қысаң екенін, езулік немесе еріндік екенін ажыратамыз. Егер ол дауысты болса, яғни жаңа біз айтып өттік: А. Жуан, ашық, езулік. Келесі Л. Ең бірінші айырамыз дауысты немесе дауыссыз. Л. Дауыссыз. Ал егер дауыссыз болатын болса, үш түрін айттық, я дауыссыздың: қатаң, ұяң, үнді. Осы үшеуінің қайсысы екенін ажыратасыңдар. Дауыссыз үнді. М. Дауыссыз үнді. О. Дауысты. Жуан жіңішкенің жуан, ашық қысаңның қысаң, еріндік езуліктің қайсысы? Еріндік екен. Р. Дауыссыз үнді. Т. Дауыссыз қатаң. Дәл осылай балалар, жарыс, бақша, көйлек деген сөздерге дыбыстық талдау жасайсыздар. Бүгінгі сабақта берілетін тапсырма осы. Үйге тапсырма ретінде дауысты, дауыссыз дыбыстар, дыбыс дегеніміз не, қанша әріппен дыбыс бар, дыбыс бола алмайтындар қандай дыбыстар, дауысты, дауыссыз дыбыстардың түрлері, әсіресе мына тілдің қатысына қарай, жақтың, еріннің қатысына қарай дауысты дыбыстар, сонымен қатар дауыссыз дыбыстардың түрлерін тағы да бір қайталап жаттап аламыз. Олай болса бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.